Бұл бүкіл Қазақстанның жұртшылығына белгілі болған нәрсе Қазеккейт деген атаумен. Сол окружной прокурор Гиффенді Қазақстанның шенеуніктерін сатып алған үшін қылмыстық жауапқа тарту жөнінде Америкада сот болды. Сол сотқа ол көп бірнеше жыл жүрді ма, сондай болды, дауы көп болды. Сонда Гиффеннің адвокаттары, енді мықты Америкадағы адвокат болады ғой, оның ақшасы бар. Сол сотқа қатысқан Гиффеннің адвокаттары процесте енді Гиффенді соттайын деп отқанда сол жерде мәселе қойды. Гиффен өзіне істеген жоқ, Америка мемлекетінің мүддесін істеді деп. Сосын олардың заңында солай екен, мемлекеттің мүддесіне қылмыс істесең де, басқа істесең де Американың соты оны жауапқа тартпайтын сондай заңдары бар екен. Өздерінің патриоттарын жауапқа тартпайды екен. Соныменен сот, енді олда сот жүйесі оларда біздердегі емес қой, әлгі реальный оларда независимый сот қой. Соныменен жаңағы тиісті органдарға запрос берген сот. Енді ЦРУ ма бірдеме шығар енді. Қазақстан шенеуніктерін нетіп отқан, қорғап отқан. Солардан запрос келді, кейін бәрі закрытый жүрді. Сонда кейін жариялаған кезінде Гиффенді патриот деп ақтап шықты ғой. Ол содан не көрінеді? Содан көрінетіні Гиффен Американың мемлекетінің мүддесіне қызмет етіп, Қазақстанға жаңағы шенеуніктерін сатып алған адам болып шыққан бұл тарихта. Назарбаев та сонда Американың мүддесі үшін жұмыс істеген болып тұр ғой. Енді кім әкелді? Бүкіл халық біледі ғой, енді менің өзіммен айтпай қояйын. Гиффен осында келіп советник болды, Назарбаевтың советнигі болды, Ақордада отырды, Қазақстанның бағдарламаларын жасады ғой, болашақ. Сол бағдарламаның көбісімен әлі қолданып жатыр ғой. Халықтың өзі шешсін, кімді сатты, кім сатпады. Екінші жаңағы біздің премьер-министріміз болған Әкежан Мағжанұлы Қажыгелдин қазір шетелде Лондонда тұрып жатыр. Анда-санда жаңағы шығып қояды, тікелей эфирге жаңағы бірнеше арналарға сұхбат беріп қояды. Қажыгелдиннің атқарған еңбегі, тірліктері жөнінде айтып берсеңіз. Құрметті қалайық. Қажыгелдин біріншіден текті жерден шыққан адам, Терешенко сияқты. Оның әкесі Мағжан ағамыз ненің Семей өңірінің ең сондай алдыңғы ойлы, сол совет үкіметі кезінде халықтың сеніміне ие болып, жоғары қызметтер істеген, облыстық білім басқармасын басқарды, облыс исполкомының төрағасының орынбасары болып істеді. Оның тектілігі жөнінен мен бірақ мысал айтайын, енді мына уақыт көп кетіп жатыр ғой. Менің Амангелді Керімтаев деген ағам бар, досым. Сол Семей облысында жаңағы облыс исполкомының төрағасының орынбасары болып істеген Аягөз қаласының, Аягөз ауданы ма, қаласы ма, соның әкімі болып істеген жігіт. Бұл да кейіннен Назарбаевқа оппозиция болып бәріміз бірге жүрдік. Сол айтады. Қажыгелдин премьер-министр болды дейді. Сөйтті да Семейге бір келетін жағдай болып қапты. Сол Қажыгелдин шалға келеді екен деп естідік та, ағамызға барып отырайық деп, сол жердегі Семейдің зиялылары біраз. Баласы келатыр екен, соны құттықтайық деп барып отырмыз ағамыздың үйінде дейді. Мағжан ағамыздың үйінде. Содан бір уақытта Қажыгелдин келді дейді, есіктен арсалақтап, премьер-министр жаңа охранасы бар, бірдемесі бар, келіп есіктен бүйтіп ашып, әке, мен енді осылай болды, мен премьер-министрінде мақтаныспын, көзі жадырап, сөйтіп құтағын ашып, әкесін құттықтайын деп еді, әкесі қолын бүйтті да тоқтатып қойды дейді. Тұрып қалды дейді Әкежан есіктің алдында. Балам, бекер істедің деді дейді. Премьер-министрдің болды деп бұл мақтанып тұр ғой.
әкесі айтты дейді, балам бекер істедің деді дейді. Сонымен уақыт өтіп жатыр. Бір күні әкежан премьер-министрден кетті. Сөйтіп премьер-министрден түсіп қалғаннан кейін тағы Семейге келеді дегесін, Мағжан ағамыздың қасында отырайық енді, баласы келетір екен ғой деп барып отырдық дейді. Бұрын көргеніміз бар енді. Әкежан тоқтатып қойған, сондай бірдеме болатын шығар деп ыңғайсызданып отырып ек. Әкежан есіктен кіргенде бұрынғыдай емес, баяғы топыр адам қасында жоқ. Басын төмен басып көтере алмай есіктен кіреді. Балам кел бауырыма деді дейді. Құшағын ашып басып, барып баласын құшақтап бетінен сүйіп, балам енді жөніңді таптың, енді дұрыс істедің дейді. Бұны не айтайын деп отырмын? Бұны мен Қажыгелдің текті жерден шыққанын айтайын. Енді сол кездегі саясатын айтайын. Сол кезде барлық нәрсені істеген. Ана шетелге Қажыгелдин сатты дейді. Осыған бір мысал келтірейін. Қажыгелдин өз аузымен айтты. Жұрттың алдында айтты бізге. Менен басқа да куәлер көп. Неде приватизация жүріп жатыр дейді. Шетелдіктердің біреулері кеп жаңағы негізгі объектілерді, ондағы нефтяной сектор, сосын мына алюминий басқалар ғой. Солардың біреуін жекешеленге бер деп менің алдыма қайта келді, бірақ мен бермей жібердім дейді. Келісім бермедім дейді. Содан бір күні Назарбаев шақырады дейді мені. Ай әкежан, мына жігіттерде пікір бар, мына бір объектілерді. Осы мына шетелдік инвесторларға берсек дұрыс болады деп айтып жатыр ғой деп, ойбай Нұрсұлтан Әбішевич деп мен әбден түсіндірдім дейді, оны сатуға болмайтын. Ол біздің өзіміздің ертең айлық бере алмай қаламыз ғой халыққа, одан айырылып қалсақ. Пайданың бәрі аналарға кетіп қалады ғой, сенікі дұрыс екен деді дейді. Содан уақыт өте қайта келе береді дейді сол мәселе. Аналар қалмады дейді. Сосын бір күні шақырып алды айтты дейді. Әкежан енді мына бір объектіні мыналарға береді дейді. Өте сондай Қазақстанға тиімді объекті дейді. Енді қанша рет сөйлескем, бермеймін деп президентпен айтыссам, оған қарсы болсам, оны кетуім керек дейді. Содан не керек? Мақұл Нұреке Нұрсұлтан Әбішевич қағаздарын турлайып, қағаздарын көрейік дедім дейді. Сөйттім да өзімнің енді жаңағы министрліктері көп қой. Солардағы өзім сенетін жігіттерді шақырып алдым да, мынадан бастықтан осындай тапсырма алдым. Мыналар мына объектіні алып кететін болды. Давай мен сендерге жіберем, осын шұқшиып отырып, өткізбейтін нелерін тауып отырыңдар. Қайтарып отырыңдар дедім дейді. Сонымен келді мен енді президенттен де, кейін аналар артынан тағы жетіп кепті алдыма. Сөйтіп көзінше жаңағы қағаздарына қол қойдым да, министрліктер бірдемелерге жібермейді, айтып қойғам. Оларға барады, сонымен бұлар табаннан таусылды дейді. Оларға барады, олар міне жерің турлап кел дейді, о жерің турлап келсе міне жерің турлап кел дейді. Сонымен әбден табанынан таусылып, қайтадан Нұрсұлтан Әбішевичке барыпты дейді. Барса ол тағы мені шақырады. Әкежан мынаны өткенде берем демен ғой, бермепсің. Ойбай Нұрсұлтан Әбішұлы, мынандай кемшіліктері бар екен, қағаздарын турласында ертең. Біздің артымыздан да сөз сөзге тиеді ғой. Мына қағаз дұрыс еместі бере салсақ деп айттым дейді. Енді турлаңдар жылдамдар деді дейді, беріңдер деді дейді. Сонымен немен біткенін айтайын дейді. Нені аналар тағы сөйтіп тағы жүреді ғой енді әуре болып. Сөйтіп тағы Назарбаевқа хат жазып барыпты дейді. Мына Қажыгелдин палқы қойып жатыр сіздің саясатыңызға дегендей хат жазып барыпты дейді. Енді Назарбаевтың да әбден ығыр шығып кеткен ғой. Цветной карандашпен дейді, жаңағы шетелдік компанияның қатына Қажыгелдину сволочь отдай деп қол қойып беріпті дейді.
Сол хатты енді мен оны канцелярияға тастап кетпеймін деді. Алып кеттім ғой, мен қазір архивімде жатыр, керек адам болса көрсетем дейді. Мені Қажыгелдин Қазақстанның мүлкін қалай сатты. Соныменен енді жөндейін десең дейді. Жөндейін десең бір жерде ши шығып жатады ғой. Бір жерде әкім, министр дегендерден кемшіліктер шығып жатады дейді. Басқа болады, кейде Нұрсұлтан Әбішевичтің өзі айтады дейді. Әкежан, мына бір министрді, мына бір әкімді қарашы өзің, что-то оның жұмысы қалай өзі дейді. Мен оның тапсырмасын орындаймын да, зерттеп көп берсем, енді ананың недовольствосы дұрыс болып шығады дейді да. Содан кейін барамын да айтамын дейді. Нұрсұлтан Әбішевич, мына кешегі тапсырмаңыз былай болды. Мына бір министр айтпесе, мына бір әкім, сол неңіз, күдігіңіз дұрыс болып шықты. Осындай кемшілігі бар екен, не істейін деп адам іздесейші орнына деп айтты дейді. Мақұл деймін да, келем енді, президент айтқасын. Нема? Бар ықтиярыңмен істейсің ғой енді, ықыласыңмен дейді. Сон келем де, бір 10 шақты адамнан тізім жасайын дейді. Вероятный адамдардан жасайды ғой енді. Сөйтіп Нұрекеңе кіремін дейді. Нұрсұлтан Әбішевич мына бір адамнан 10 шақты адамды апарып тізімнің алдына қоямын дейді. Қарап отырады да, осының ішінен қайсысын көрейін енді деймін дейді. Сонымен ол онан қысқартады да, 7-8-ге мыналарды көрші дейді. Екінші рет келем де, тағы бір 3-4-ге қысқартам да, тағы апарам да, сөйтіп мыналарды көріңізші дейді. Сөйтіп ақырында екеуміз бір адамға тоқтаймыз дейді. Ол кісі мынаның не етейік дейді. Мақұл дейді. Не істейін Нұреке, шақырып сөйлесе берейін ба деймін дейді. Шақыр сөйлес дейді. Мен ол жаңағы болашақ министрді, әкімді шақырамын дейді. Президентпен келістім. Сені тағайындайтын болды. Енді сен ана бағдарламаңды бірдемен дұрыстап, ол сұрап қалса, сенбей қалмасын. Дайындал жақсылап. Деймін дейді. Сөйтіп бәрін пісіріп, енді ертең президентке бұны кіргізем деп па, тағы да осыған жаңа қол қоюға, бірдеме қоюға қағазын кіргізем деп отырғанымда кешке үйге келіп дейді. Телевизорды қосып қойсам, жаңағы дау болып отқан облыстың әкіміне пәленше сайланды деп телевизордан естеймін, мен премьер-министр білмей қалам дейді. Сонда қалай болды дейді. Алғашқы бір екеуіне мен шыдадым дейді. Президент қой ол. Сонан кейін шыдау мүмкін болмады дейді. Содан кейінгісіне арыз жазып баратын болдым дейді. Нұрсұлтан Әбішевич, мынау премьер-министрлігіне рахмет. Мен қолымнан келмейді екен, басқа адамға нетіңіз, отставка деп жазып барам дейді. Әкежан істей берші. Соған әнеуінгі ренжіп қалдым ба? Әлі ондайдың талайы жөндейміз ғой. Дейді, қабылдамайды. Енді күштеп нетемейін дейді. 17 рет осылай арыз жазып бердім дейді, жұмыстан босат деп. Ақержан Мағжан ұлы қазір Құдайға шүкір тірі ғой, онымен байланыста бар. Сұрасаңыздар, осы менің сөзім теріске шығара қоймас. Себебі оны мен оның өз аузынан, өз құлағыммен естідім. Қараңыз. Енді соңғысын айтайын. Содан 18-шін дейді, 18-шісіне келгенде шал қолғы жасадым дейді. Нұрсұлтан Әбішұлы, денсаушылығым болмай жүр, бір Германияға барып емделіп келейші дедім дейді. Бар емделіп кел деді дейді. Сөйтіп Германияға барып больницада жатып, последний отставкаға арызымды сол жерден жібердім дейді, келгенім жоқ дейді. Нұрсұлтан Әбішевич, мен отставкаға жіберсең де, жібермесең де, мен енді қайтып бармаймын деп, сөйтіп президенттікте, премьер-министрліктен сөйтіп зорға құтылдым дейді. Түсінікті. Сізді тыңдап отырсам, жаңағы Назарбаев премьер-министр бар, жаңағы осы ішкі саясат, ішкі экономика, соның бәрін жасайтын адам премьер-министр. Бірақ соның өзінде жұмыс еткізбейді. Онда Назарбаевқа жаңа Қажыгелдин не үшін қажет болды, Терещенко не үшін қажет болды?
егер саясаттың бәрін өзі жүргізіп жатса. Енді бұл халық айтып отыр ғой қазір. Терещенко виноват, Назарбаев белый пушистый, ауыл шаруашылығын сол күйретті, Қажыгердин виноват, промышленностьті сол күйретті, ақшаның бәрін сол таратты, приватизацияға сол екеуі құртты деп отыр ғой. Назарбаев белый пушистый. Міне жауап сол. Ол өзі халыққа белый пушистый болып көрініп, жертва ретінде қолданды. Мен қайсының сөзінде айттым ғой. Назарбаевтың төңірегіне таяп кеткен адамдардың бәрі соның мына сыбайлас жемқор саясатының құрбаны болып кетті деп. Соның біреуі Терещенко, біреуі Қажыгелдин. Біразын қайсы күні айтқан.